жиналыс болып жатыр. Мен ұсыныстарымды беріп қойдым. Ол жөнінде емес әңгіме осы депутаттарға бір үш түрлі мәселе жөнінде айтып өткенді жөн көріп отырмын бүгін. Өздеріңіз жақсы білесіздер, көші-қон заңы 97 жылы қабылданғаннан бері қарай 5 рет өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Міне бүгін 6-шы рет енгізілейін деп жатыр. Мен соның соңғы екеуіне қатынастым. Шеттен келген ағайындардың өкілі ретінде және маман ретінде, белсенді азамат ретінде көптеген ұсыныстар бердім. 2015 жылы мысалы. Соған куә мына жерде Майра Арапқызы отыр, Бақытбек Смағұл ағамыз отыр. Біраз мәселелер шешілді. Бірақ бір мәселе шешілмей қалды сол 15 жылы. 9 ай бойы талқыланды. Ол мынау Қытайдан келетін қазақтардың соттылығы туралы мәселесі. 9 ай бойы талқыланып, ақыр шешілмеді. Бірақ ол мәселе біздің Қытай Халық Республикасынан келетін ағайындарымызға өте кедергі болды. 2,5 жыл дегенде елбасына жеткіздік. Дүниежүзілік қазақтар құрылтайының жаңағы 5-ші құрылтайында елбасы тапсырма беріп, ішкі істер министрінің нормативтік құжат арқылы бұл мәселе реттелді. Сөйтіп, Қытайдан келетін қазақтардың көзі ашылды, тіркеуге тұра алатын болды. Сосын 5-ші рет 2017 жылы осы заңға тағы да өзгерістер енгізілді, толықтырулар енгізілді. Мен және қатынастым. Уақыттарынан сай екі түрлі мәселе тұрды сол кезде. Екеуінде шығар жолын айтып, екеуіне де жаңағы ұсыныстар бердік. Оның біреуі оралман мәртебесінің уақытының өтіп кетуіне байланысты. 1 жыл болғандықтан саяси жағдайларға байланысты және басқа себептерге байланысты көптеген неше мыңдаған қандастарымыз жаңағы азаматқа құжат өткізе алмай қалды. Соның екі жолын сонша ұсындық, жалынып, депутаттарға жалбарынып ұсындық. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жай қызметкерінің бір ауыз сөзімен сол құлап қалды. 6 айға шектеп тастады. 6 айдан асып кеткен қандастарымыз шулап қалды. Нәтижеде не болды? Нәтижеде тағы да елбасына жетті дағы, құрметті біздің ұлт көшбасшымыз аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы өкілеттігін тоқтатуға бір 4-5 күн қалғанда, нақтылап айтсақ, 16 наурызда арнайлы жарлық шығарып, осы биылғы жылдың аяғына шейін оралман мәртебесін ұзартып беретін жарлық шығарып. Қандастарымыздың көз ашылып, тағы да жаңағы азаматтық алуға мүмкіндік жасалып жатыр. Енді сол кезде 5-ші рет өзгертіліп жатқанда тағы бір мәселені, осы оралман деген атаудан жоғалайық деп көп айтылды, көп талас болды. Ол да сол жай бір вице-министрдің бір ауыз сөзімен 40-тан артық құжат ауысады деген сөзімен жаңағы неден шығып қалды, талқыдан шығып қалды, дағы өзгертілмей қалды. Соңында не болды? Біздің жаңа президентіміз берген бірінші сұхбатында айтты, маған оралман деген сөз ұнамайды деді. Ол аз десеңіз жақында сайлауалды бағдарламасына кіргізіп өзгерту керек болды. Енді бүгін соны өзгертейік деп отырмыз. Сондықтан біздің осы мәселелерден қандастарымыздың тартқан азабы өте көп. Бұны кім жауапкершілік алады, мен білмеймін үстіне. Бір моральдық жауапкершілікті алу керек еді. Егер айтылмай, ұсыныс берілмей қалса, онда бір мәселе еді. Ұсыныс беріліп тұрып, осы мәселе шешілмей қалды. Енді мен білемін, депутаттардың қолында құзырет бар. Ең жоғарғы заң шығарушы орган өкілі сіздер ғой. Соны президентке жеткізбей-ақ сол үш мәселенді баяғыда желкесін қиып жүруге болатын еді. Енді міне 6-шы рет заң өзгергелі отыр. Мен 5-6 заңға 20-дан артық ұсыныс бердім. Кейбіреу кірді. Ақыр сол біз айтқан нәрсеге келе жатыр. Мысалы, азаматтық туралы заңның 16-шы бабындағы, 16-1-ші бабындағы оралман деген сөз этникалық қазаққа өзгерейін деп жатыр. Жобаға кіріпті, мен көрдім. Қалған ұсыныстарымыз осы жұмыстың жүрісінің барысында өзгереді деп үміттенемін. Отандастар қорымен бірлесіп жұмыс істейін деп отырмын, келісіп жатырмыз. Енді өтініш. Біз тәжірибелі маманбыз, басымыздан өткен, күнде халықпен жұмыс істеп жатырмыз. Күнде Нұр Отан партиясына келеді, телефон соғады, мынау ішкі істер министрінің өкілі отыр ғой. Бұрынғы біз өткізген баптардың бәрінің игілігін көріп жатыр біздің қандастарымыз. Сондықтан мен депутат ағаларыма, әпкелеріме, замандастарыма айтатын едім жұмыс тобында. Жаңағы Қуаныш Сұлтанов ағамыз өте дұрыс айтады. Енді ары қарай созуға жол жоқ. Жаңа президент келіп жатыр, жаңа құндылықтар ашылайын деп жатыр, болып жатыр. Сондықтан осыған бір сергек қарап, батыл қадамдар жасап, осы біз ұсынған баптарды өткізіп берулеріңізді сұраймын. Рахмет, Алтын мырза. Ескереміз алдағы.